Ассалаумағалейкум, құрметті менің сыныптастарым. Аман есенсіңдер ме? Үй бала шаға, ел жұрт аман есен бе? Мына жаңа жылда біраз болды көп шықпай кеттік. Міне мынау бір жақсы дүниені жіберген екен азаматтар. Соны сіздерге жіберіп жатырмын міне. 1630 жылы, 1696 жылы әлемдік картада біздің қазақ елінің бар екендігі, қазақ елінің шекарасы бар, өзінше бір тұтас мемлекет болғандығы жазылып жатыр міне. Көріп жатсыздар. Енді біздің орыс ағайындар не айтар екен? Қазаққа біз мәдениет үйреткенбіз. Қазақ елі болмаған, көшіп қонып жүрген деп. Енді міне мына дүниеден кейін міне соншама 1500 елдің тарихи картасында біздің қазақ елінің болғанын дәлелденіп жатыр екен. Сондықтан мынаны мүмкін болса білмей жүрген елдер болса білгізіп, таратып, туған туыс, іні қарындастарға, болашақ бала шағамыз ұрпақтарға осыны таратып білгізіп жүрсек, құрметті ағайындар. Білесіздер, мына орыс ағайындар ең қазаққа көп нәлет келтірген, қазақты қырып жойған осы орыстар екен барлық жерде дәлелденіп жүр. Әйтпесе мына айтқандай 139 миллионға жеткендей екенбіз. 139 болмаса бір 70-80 миллион болсақ, ешкімге дес бермегендей едік. Небір біздің ата-бабаларымыз мықты оқыған, мен деген азаматтарымыздың көзін жойып, итжеккенге айдап міне. Сондықтан мына қазақтың көк байрағын желбірететін болашақ жастарымызға осыны түсіндіре жүрсеңіздер, қазақ атам бекер айтпаған екен ғой, мен кезінде түсінбеген. Орыстан досың болса, жаныңда айбалтаң болсын деп. Сондықтан мынау қазақ бір-бірімен қазақша сөйлесіп, соның бәрін жастарға түсіндіре жүргеніміз абзал болар. Мүмкін болып жатса, туған туыстың, жолдас жора коллективтің чаттарына жіберіп, мүмкін болса осыны біз айта жүруіміз керек. Небір менің елім, жұртым, елімнің тілі, діні деп жүрген азаматтар айтып жатады, қазақ бір-бірімен қазақша сөйлесу керек деген сияқты. Сол әңгімелерді барлықтарыңыз жеткізіп тарата жүрсеңіздер, нұр нұр болатын еді. Аман есен болыңыздар. Бас аманның малы түгел дейді қазақ атам. Аман жүріңіздер. Аман қана жүріп қоймай, осыны дәріптеп, еліміздің тілін, дінін құрметтемейтін азаматтарға түсіндіріп, өзіміздің шүлдірлеп, бір-бірімен қазақ, бір-бірімен орысша сөйлеп жүргендерге көбінесе түсіндіре жүрсек, тіпті жақсы болатын еді. Аман есен болыңыздар. Құрметпен құрдастарыңыз, сыныптас бауырларыңыз Өмірғали Өмірбайұлы Рысқұлов. Аман болыңыздар.